Баршалықтарыңа салам достар, сендермен видео артында отқан бұл мен Нурик және видеолік жол рубрикасының бірінші бөліміне қош келдіңіздер. Достар, тақырыптан көріп отырғандарындай, бүгінгі видеода мен видеолік жол рубрикасын түсіретін боламын. Достар, бұл бізде ешқандай екінші сезоны емес, және де біз дәл осы видеолік жол рубрикасын точно 100 серия қылып түсіретін боламыз. Мен алдыңғы каналымда бар жоғы 15 серия түсірген болатынмын. Егер де сендерден өте керемет актив болатын болса, мен дәл осы видеолік жол рубрикасын дальше жалғастыра беретін боламын. Алдыңғы видеода бізде почти 500 просмотрға жақындап қалыпты. Егер осы видео салынып боламын дегенше, ол видеода 500 просмотр болатын болса, мен келесі видеода 500 теңгелік конкурс ұйымдастыратын боламын. Ал барлығына қызғызады, яғни бұл мен қай серверде ойнайтын боламын, яғни дәл осы видеолік рубрикасын мен өзімнің старый, яғни Таганрог серверіме түсіретін боламын. Яғни менің бұрынғы ойнаған, яғни осы ютубта осы Таганрог сервері арқылы мен танымал болған болатынмын, яғни осы видеолік жол рубрикасы арқылы мені көптеген адамдар таныған болатын. Ал енді бүгінгі видеомызды көпке созбай біз тезірек бастаймыз. Мінекей, мен уже для Силваның беретін заданиялардың барлығын орындап тастаған болатынмын. Қазір біз ревардтан XP-лармен және ақшаларды алып шығатын боламыз. Мінекей, бізде ревардымызда дәл осындай заттар жиналып қалыпты. Көріп тұрғандарындай 2 XP және осындай рубльдарды қазір біз жайлап алатын боламыз. Ең бірінші 2 XP-ді алдым, содан кейін барып бізде 10 000 рублей, содан кейін тағы XP, содан кейін 7 000 рублей, содан кейін бізде 3 XP, содан кейін 20 000 рублей, содан кейін VIP платинум, ал соңғысы бізде 10 000 рублей достар. Мінекей, мен кейс бамжадан түскен дәл осы машинамды /Selcar командасымен сататын боламын. Мінекей 90 000 рублей және дағыны басамыз, и бізде 90 000 рублейға дәл осы машина кетті. Мен жаңа видеоны айыра тұрып, өзім дәл осы плейкпас заданияларды орындап тастаған болатынмын, яғни бір где-то 3-4 левелді өтіп тастадым. Көріп тұрғандарындай 5 XP және осы 5 000 рублейді берген болатын. Біз осы арқылы достар левелімізді өте қатты көтере алатын боламыз. Қазір мен /MM командасымен өзімнің левелімді қарайтын боламын. Көріп тұрғандарындай 3-ші левел достар, 4-ші левелға сәл қалды, и мен қазір для Силваның квесттарын орындайтын боламын. Мына жерде бізде баг болып тұр, яғни дәл осы жерді бассақ бізде басқа бір событияға кіргізіп жіберіп тұр. Сондықтан біз дәл осы жерге квест деп жазып, яғни осындай бізде өзіміздің квесттарымызды қарауымызға болады жігіттер. Ал енді мен қазір военкоматқа келдім, яғни армияға кіру үшін алда бізде армиядағы заданияларды орындап ақша табу керек болады. Көріп тұрғандарындай біз қазір военкоматқа келіп, дәл осы жердегі Адел Кадыровтың сұрақтарына жауап беретін боламыз. Ал сіздер менің артымнан қайталап осы армияға кіріп алсаңыздар болады. Мен уже Адел Кадыровтың сұрақтарының барлығына жауап берген болатынмын. Енді бізде армияның ішіндегі соңғы тест қана қалды достар. Содан кейін біз уже армияға официальный кіре берсек болады. Бұл тестті өткен кезім сендерге қызық емес шығар, сондықтан мен уже соңғы вопросқа да келіп қалдым. Мінекей 13-ші вопрос, және біз оған да жауап бердік. Енді бізде ары қарай өзіміздің киімімізді киіп задание жасай берсек болады. Мен уже армияның киімін киіп алған болатынмын. Ары қарай бізде дежурныйға барып заданиямызды орындайын десек, бізде 12 сағат деп тұр, яғни 12 сағат деген барып осы заданияны орындай алатын боламыз. Ары қарай мен сюжетный линияны өте беретін боламын. Мінекей, бізде сюжетный линияның дәл осындай заставкасы бар, бірақ мен оны пропустить етіп жүретін боламын. Яғни бізде дәл осы сюжетный линияны тез орындап, ақшамызды алып, кетіп қалу керек болады. Дәл осы сюжетный линияны мен сендерге жай қылып, яғни озвучкалап, былай қылып түсіріп отырғым келіп отырған жоқ. Сондықтан мен сендерге қысқаша бұл сюжетный линияның историясын айтатын боламын, яғни қалай басталды, қалай бітті деген сияқты достар. Ал енді соны бағалап жіберіңіздер, ары бізде уже видео бітетін болады. Ал бізде бұл сюжетный линияның басы бізде для Силва бізге Артемді тапсын дейді, яғни бізде Артем андай черный темалармен араласатын болады, и енді бізге Артемді табу керек болады. Ары қарай біз хозяин магазинамен танысатын боламыз, яғни бұл бізде өтірік айтып өзінің жұмысын жасатқызып алатын болады. И ары қарай біз районнан Артемді іздеуіміз керек болады. Ал біз болсақ оны районнан іздейміз, бірақ таппағасын оның гаражына барамыз, және ол гаражында өзінің машинасын жөндеп жатады. Ал енді біз не істейміз? Әрине достар, дәл осы Артемнің машинасын жөндеп беретін боламыз.
Содан кейін біз Артемнің машинасымен Артемнің достарына қарай баратын боламыз. Ал бірақ бізде Артемнің достары маған сомнение ұстайтын болады. Яғни уже достар көрініп тұр, бұлардың бізге сенбейтіні. И содан кейін біз оны дәлелдеу үшін кастетке баратын боламыз. Яғни кастеттің өзі де бізді школьник деп атаған болатын. Но содан кейін барып біз дәл осы Палыч деген адаммен танысқан болатынбыз. Ал бізде Палыч бізде дәл осы порттың бізде полный қай жерде тұратынын, охраналық қай жерде тұрғанын бәрін айтып беретін болады. И содан кейін барып бізде Артем уже охранникті талдырып тастайды жоғарыдан, сосын тағы бір охранник қарайтын болады. И содан кейін барып бізде дәл осы, яғни бізде контейнерге кіріп дәл осы машинаны алып шығу керек болады, және мен оны алып шығып грузовикқа тасып осыны жаңағы бізде кассетке апарып беретін боламын. Ал мен барынша адам түсінетіндей қылып түсіндіріп бердім. Иә, қысқаша екенін білемін, өйткені бізде тағы бір часті видеоға түспей қалыпты. Яғни менің записым қуып, түсірілмей қалыпты. И енді бізде дәл осы сюжетный линияны өткеннен кейін бізге дәл осындай награда беретін болады. Ал енді біз оны жайлап алып тастайтын боламыз. Барлық наградаларды алып болдым, және менің левелім уже 3-ші левелдің соңғы опытына шейін толып қойған болатын. Яғни біз келесі бөлімде уже 4-ші левелға жететін боламыз. Мінекей достар, ютуб жол рубрикасының алғашқы бөлімі дәл осылай аяқталған болатын. Егер де бүгінгі видео ұнаған болса, міндетті түрде лайктарыңды басып, арнама тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Енді келесі бөлімі қашан шығады десеңдер, осы видеоға 30 лайк жинап тастаңдар, келесі бөлімін сразу салатын боламын. Ал сендермен болған мен Нурик, бәріңізге пока-пока, чао.